Баршаңызға сәлем. Трендилға қалай тіркелеміз? Трендил қосымшасында орыс тілі жоқ болғаннан кейін, түсініксіздеу болғаннан кейін, trendil.com сайтына кіреміз. Мына жерде переводчик пайда болады. Бірақ мен переводчикті байқамай қалдым да, мына жерде екінші вкладканы таңдаймыз. Ол деген соның ішінде почтаны жазамыз бірінші. Почтамызды жазамыз, одан кейін паролімізді құрастырамыз да, пол таңдаймыз, яғни әйелсің бе, еркексің бе, соны таңдаймыз. Мына жерде парольді жазамыз. Пароль құрап. Парольді құрағаннан кейін, мына жерде әйел еркек дегеннен кадын деп таңдаймыз. Екі жерге галочка қойып, ол дегенге басамыз да, мына жерде код келу керек. Код келу керек почтаға, соны енді почтадан қажетті кодты міне почтадан ашып қарап аламыз. Трендил сайтынан келіп тұр. Енді оны теріп, уже тіркелеміз. Міне тіркелгеннен кейін тағы да шығып тұр переводчик. Енді көріп тұрмын да, орыс тіліне аударып алдым. Қараңыздар, енді уже ыңғайлы болды. Міне көрініп тұр, учетный запись. Мына жерде разделдар, әртүрлі товарлар, мысалы маған ыдыс аяқ керек болса, міне өйстіп ашып қарап, не деп